Ассалаумағалейкум, саламатсыз. Жазып, звондап, мазаңызды алмас үшін сізге деген құрметпен осы видеоны жазып жатырмын. Қазір сізге біздің Pimi App деген бағдарламамыз ғой енді, қалай жұмыс істейтіндігін, қандай проблемалар шешетіндігін көрсетіп беретін боламыз. Кеттік. Біз өзіміздің платформаға кіреміз. Бұл платформа сіздің WhatsApp-ыңызға қосылады, яғни WhatsApp-пен интеграция болады. Сізде өзіңіздің жеке кабинетіңіз болады. Көп бизнесте проблема неде? Клиенттер жазады, бірақ 90% клиент ойланам дейді. Ертең хабарласам дейді. Қымбат екен дейді. Яғни сатып алмайды да бірден. Конкуренттермен салыстырады, ойланады, уақыт кетеді дегенде ғой. Енді мына система сатып алмаған клиенттерге өзі сіз берген уақыттар бойынша 1 күннен кейін, 3 күннен кейін, 5 күннен кейін жазады, аудио жібереді, видео жібереді. Яғни өніміңіздің құндылығын жеткізеді. Мысалы, мына автоматизация деген бөлім бар. Бұл жақта сіз қоясыз. Мысалы, бірінші касание қанша сағаттан бару керек, екінші касание қанша уақыттан бару керек, үшінші касание қанша уақыттан бару керек. Біздің маркетологпен ақылдаса отыра клиентке жасалынатын қадамдардың тізбегін құрастырасыз ғой енді. Қанша күннен кейін не бару керек. Яғни шаблоны деген бөлім бар. Яғни біз әр жіберілетін сообщениені маркетинг жағынан, продажа жағынан ойланамыз. Клиентті сатып алуға итермелеу үшін не жіберу керек? Мысалы, 1 күннен кейін может аудио жібересіз. Былай, кеше бізге жаздыңыз ғой, не істейтін болдыңыз? Бізде қазір заказдар кетіп жатыр. Мысалы, 1 күннен кейін осылай аудио жібересіз. Мысалы, 3 күннен кейін видео жібересіз, былай видео түсіресіз та: "Ассалаумағалейкум, бауырым, қалайсың? Кеше жазып едің ғой. Не болып жатыр? Алатын болдың ба?" деген сияқты. Білесіздер ма, кейбір клиенттер маған звондап даже кешірім сұрайды ғой: "Бауырым, маған видео жіберіп жатыр екенсің, рахмет" деп. Яғни мен жіберіп жатыр деп ойлайды да. Яғни бұл біздің система сатып алмаған клиенттерді сатушыға айналдыру, сатып алуға алып келу ғой, түсіндіңіздер ма? Біз мына қараңыздар, біз 400-ге жуық бизнеске қостық. Бізде андай арнайы бөлім бар, зерттеу бөлімі. Біз қарап отырамыз мына әр проект, мына алтын бизнесі, курс, общепит, товарка, сумка, мебель, әртүрлі салаларға, сол салаға бағытталған система енгіземіз да. Мысалы, бізде аналитика бар міне. Яқтан 202 адам сатып алмаған, соның 95-і біздің дәжеңнің арқасында қайтып келген ғой. Мысалы, мына Шторыда, Чыңменттегі проект 267 адам сатып алмаған, соның 114-сін біздің дәжеңнің арқасында қайтып келген, яғни сатып алуға итермелеген. Яғни платформаның мақсаты сатып алмаған клиенттерді оятып, сатып алуға айдау ғой, башқа кезде шақыру ғой, түсіндіңіздер ма? Енді қараңыздар, маңызды бір функция бар. Бизнес өспейді егер аналитика, цифра болмаса. Сіз өзіңізге қанша адам жазып жатыр, қанша адам сатып алып жатыр, қанша адам ауада қалып кетті, соны есептейсіздер ма негізін? Көп адам таргетке ақша жұмсайды да, бірақ ақшаның бәрі ауаға кетеді и дұрыс аналитика жүргізбейді. Енді қараңыздар, аналитика деген бізде бөлім бар. Дәл осы аналитика бөлімінде сіз толық көре аласыз. Сізге қанша адам жазды? Мысалы, мына бизнеске 3267 адам жазған екен бір айдың ішінде. Сіз көре аласыз. Қанша продажа болып жатыр? Сіз көре аласыз. Мысалы, бірінші касание деген айттық қой, 1 күннен кейін баратын сообщение. Мысалы, қанша адамға барды, қанша адам қайтып жазды, қайта оянды. Мына қараңыз. Яқта 26% адам оянған екен да. Мысалы, екінші бизнесте, екінші касаниеда қараңыз, 354 адам қайтып оянған, 13%. Яғни ол клиенттер оянбас еді, ол клиенттер сатып алуға келмес еді, егер мына дажим системасы жұмыс істемесе. Яғни дажимнің құндылығы да осыда да. Яқта сіздер көре аласыздар, аналитика жасай аласыздар. Қайсысы жақсырақ жүріп жатыр? Фото кетіп жатыр ма жақсы, аудио кетіп жатыр, видео кетіп жақсы ма? Яғни сіздер әртүрлі маркетинг жағынан зерттеу жасай аласыздар ғой. Яғни сіздің ұсынысыңыздың қайсы жақсы кетіп жатыр? Білесіздер ма, мына система не үшін керек? Көп бизнесте бизнесмен ойлайды, клиент менің өнімнің құнын біледі, пайдасын біледі деп. Бірақ клиент телефонның арғы адам көбінесе түсінбейді сіздің не ұсынып жатқандығыңызды. Дажим сіздің өніміңіздің, сіздің услугаңыздың құндылығын түсіндіру үшін керек та. Яғни клиентке не алатындығын жеткізу үшін де керек. Осы арқылы да сіздің табысыңыз, продажаңыз артатын болады. Енді соңғы бір мәселені түсіндіре салайын, өте маңызды мәселе. Көп кәсіпкер таргетте ақша құртады, бірақ база клиент жасамайды. Яғни клиенттер базасы жоқ. WhatsApp-та тұрады, там CRM-де тұрады, бірақ олармен жұмыс жасамайды. Ал бізде рассылка деген бөлім бар. Мысалы, дәл осы рассылка бөліміне кірдім. Бұл бөлімде сіздер толық көре аласыздар. Қараңыз, 1961 адамға кеткен, 1713 адам оны оқыған сообщениеде, 153 адам жауап берген. Көрдіңіздер ма? Яғни умный рассылка деген қалай жұмыс жасайды? Яғни создать рассылку деген басасыздар. Бұл жақта 100 адамға рассылка кетсе, 200 адамға рассылка жіберсеңіз, 100 түрлі болып барады да, 200 түрлі болып барады. Яғни бір текст бармайды барлығына. Мына жақта аудитория таңдауға болады. Соңғы аптада жазғандар, соңғы айда жазғандар, 2 ай бұрын жазғандар, 10 сообщение жазғандар, 20 сообщение жазғандар. Яғни бұл жақта сіздер база клиентпен жұмыс жасай аласыздар. Яғни осындай бір аналитиканың түрі бар. Айтпақшы бір бизнес айта кетейін, мысалы, женский одеждада осы дажимнің арқасында 29% продажа болған екен. Ойлаңызшы, ол 29% продажа болмас еді, егер біздің дажим системасы болмаса. Яғни клиенттер сатып алмас еді, егер оларға 1 күннен кейін, 3 күннен кейін дажим жазбаса. Құрметті кәсіпкер, егер сізге бизнесіңізге осы дажим системасы керек болса, біз түсіндіріп беруге, біз сізге енгізіп беруге дайынбыз. Реальный пайдаңызды арттырғыңыз келсе, оборотыңызды арттырғыңыз келсе, біз ол нәрсені қосып береміз. Егер жүйе керек болса, аналитика керек болса, база клиент керек болса, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірге осы go деп жазыңызшы. Біздің менеджер сразу жазып, хабарласып, сіздің бизнесіңізге қосайық. Уақыт жоғалтып не керек бар? Все, давайте.